Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Кинози. Бүгін сіздерге 2020 жылы шыққан «Девушка, подающая надежда» фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Нет. Нет. Я все простерилизовала. Кассандра Томас шағын кафеде жұмыс жасайды. Ол жасы 30-ға келсе де ата-анасымен әлі де бірге тұрады. Ол бұрын медициналық университетте оқыған, ең үздік оқушы болған еді. Дәрігер болуды қалаған. Бірақ та оған бұл арманын тастап, жақын құрбысы Нина Фишермен бірге кетеді. Нина бұл өмірден озған. Кейси оның өліміне қатысты барлық адамдардан кек алуды армандайды. Әр апта сайын Кассандра ата-анасына айтпай түнгі клубтарға келеді. Қыз мас және қорғансыз болып көрінеді. Жігіттер оған келгенін күтеді. Оның пайдаланғысы келген жігіттер Кассандраға келіп жағдайын сұрап, үйіне жеткізем деп өз үйлеріне әкеледі. Қыз соңғы сәтке дейін жігіттерді сендіріп, үйіне дейін мас болып көрініп барады. Жігіттер оған жақындап тие бастаған кезде олардың бұлай жасамауын өтінеді. Бірақ та жігіттер тоқтауды ойламайды. Қыз олардың тоқтамайтынын түсініп, өз қалпына келіп, мас емес екенін және зорлаған жағдайда полицейге шақыратынын айтады. Қыз осылай барлық жігіттерді қорқытады. Мен секілді қыздар бұл әлемде өте көп. Сол себепті қорғансыз қыздарды зорлықтан құтқару мақсатында осылай жасайтынын айтады. Жігіттердің барлығы осы жағдайдан кейін қорқып қалады. Бір күні Кассандраның жұмыс орнына бұрынғы танысы универден шығып кеткенге дейінгі группаласы Райан деген жігіт келеді. Жігіт оған бұрыннан ғашық екенін айтып кездесуге шақырады. Жігіт қызға бұрынғы универдегі кездерін жақын дос болған Алекс Монроның жақын арада атақты фотомодельге үйленетінін айтады. Нинаның құрбысы Мэдисон туралы да есіне салады. Бұл есімдерді естігеннен кейін Кейси Райанмен кездесуге келіседі. Кейін олардың есімін өзінің блокнотына жазады. Және де ол жерде өзі жазалаған адамдардың, яғни жігіттердің есімі бар еді. Кейсидің ата-анасы қызға көңілдері толмайды. Ол түні бойы үйде болмайды. Өзі армандаған университетке оралғысы келмейді. Өмір бойы ешқандай дос болмады және де ешкіммен кездеспеген еді. Анасы оған туған күніне арнап чемодан сыйлады. Себебі оның бөлек шығатын уақыты болды деген мағына берген еді. Ата-анасы қызға жаңа өмір бастау керек екенін есіне түсіреді. Нинамен болған жағдайды ұмытты. Бірақ та Кейси кек алу үшін күдіктілерге арнап жоспар құрып қойған еді. Кейсиге Райанмен бірге уақыт өткізген ұнаған еді. Олар тамақтанып, кинотеатрдан шыққаннан кейін қаланы аралап жүреді. Райан оны өзінің үйіне шақырмақ болады. Бұл қызға ұнамаған соң Райан кешірім сұрап, асықтырмайтынын айтады. Келесі күні Кейси Райанның жұмыс орнына келеді. Ол жігітті кофе ішуге шақырады. Әр уақыт өткен сайын олар бір-біріне ғашық болуда. Сол себепті қыз жігітті ата-анасымен таныстыруға кешкі асқа үйіне шақырады. Кездесу онша жақсы өтпеді, анасының мінезінің кесірінен. Бірақ ата-анасы қыздарының өмірінің жақсы жаққа өзгергеніне қуана бастады. Келесі күні Кейси Мэдисонды кездесуге шақырады. Қыздар студенттік шақтарын есіне түсіреді. Олар әңгіме айтып отырған кезде Кейси Нинаның зорлаған кезде оның оған сенбегенін айтады, есіне салады. Мэдисон ішімдікке тойып алғаннан кейін бұл сұрақтардан жалтарады. Кейси бұған ашуланып таныс жігітке ақша төлеп Мэдисонды отельге апаруын тапсырады. Келесі күні Кейсиға Мэдисон тоқтамай телефонын шалып хат жазады. Қыз оған жауап бермейді. Екінші кек алу мақсатында жоспар бойынша Элизабет Уокер университет деканымен кездесуді жоспарлайды. Ол деканның қызын құрсауына түсіру үшін атақты топ-группаның визажисті болып танысады. Кассандра деканға келіп универге қайта оралу туралы ойын айтады. Соңында өзінің құрбысы туралы Нинаны есіне түсіреді. Ол Алекс Монроға көмек бергенін және де оған сенбегенін есіне салады. Декан оған қызда дәлел болмады және де бұндай жағдайлар көп кездеседі дейді. Ол деканға қызыңды ішкі еркектермен бірге бөлмеге қамап кеттім деп айтады. Алекс секілді адамдардың кесірінен қызың Нинаның күйін кешуі мүмкін дейді. Элизабет қызын уайымдай бастайды. Содан кейін ол өзінің кінәсін мойындап, кешірім сұрап жылайды. Қыз болса, қызың сенің қауіпсіз жерде жай ғана өтірік айттым дейді. Осы жоспарлардың кесірінен Кейси Райанмен кездесу бар екенін ұмытып кетеді. Және де олар басқа күнге ауыстыруды шешеді. Кешке қыз тағы да барға келіп жігіттерді жазалауға көшеді. Олар шығып бара жатырған кезде Кейси Райанды достарымен кездесуге келе жатқанын көріп қалады. Қыз оған жағдайларды түсіндіруге тырысады. Райан оған сенбейтінін айтып ашуланып кетіп қалады. Онымен бірге шыққан жігіт қыздың мас емес екенін біліп кетіп қалады. Келесі күні ол Алексті адвокатына келеді. Қыз өзінің кім екенін айтады және де Нинаға жасаған жауыздықтарын да есіне түсіреді. Адвокат оған осы жағдайлардан кейін жұмыстан шыққанын және де қыздың өліміне өзін кінәлайтынын айтып, қыздан кешірім сұрайды. Кейси оған кешірім береді және де Мэдисон мен Елизавета секілді қинамайды.
кейін ол Нинаның анасына келеді. Ол қызға бәрін тастап жаңа өмір баста дейді. Кейси әйелін берген кеңесінен кейін жоспарлардан бас тартады. Кейін Райанға келіп кешірім сұрайды. Үйге келген кезде оны күтіп тұрған Мэдисонды көреді. Ол қыздан өткен жағдайларда не болғанын білгісі келетінін айтады. Кейси оған жігіт сені бөлмеге апарып жеткізіп қауіпсіздігіңді бақылап отырды дейді. Қыз сабасына түседі. Кейін олар сөйлесу үшін Кейсидің үйіне келеді. Мэдисон Нинаны зорлаған видеосы бар ескі телефонды Кейсиға береді. Ол жерде Нинаны зорлап жатырған Алекс екен және де қалған жігіттер оларға қарап күліп тұрғанын көреді. Келесі күні Кейси Райанға келіп видеоны көрсетеді. Ол жерде болғанын айтып, видеоны таныстарына полицияларға жіберем деп қорқытады. Алекстің сауық кеші қайда болады және де адресін айтасың дейді. Райан одан кешірім сұрайды. Қазір барлығын түсіндім және өзгерді дейді. Қыз оның ешқандай сөзіне сенбейді. Кешкісін Кейси жігіттердің ортасына медсестра істеп тезерша болып киініп келеді. Жігіттер болса бұл тосын сыйға қатты қуанады. Олардың барлығының айтқанын жасайды. Қыз болса алкогольдің ішіне ұйықтататын сұйықтықты қосып дәрі салып береді. Алексті бөлек бөлмеге апарып билеп беремін деп қолын байлап төсекке жатқызады. Ол алғашында Алекске өзін Нина ретінде таныстырады. Жігіт бұны достарының тосын сыйы деп ойлайды. Бірақ та Алекс кейін қорқа бастап барлығын түсінеді және де бұл қыздың кім екенін нақты біледі. Кейси ол бұл жерге неге келгенін және де кек алғысы келетінін айтады. Солай ол өзінің ісіне кіріспек болады. Ол Алекстің денесіне Нинаның есімін жазбақ болады. Бірақ жігіт босап кетіп Кейсиға тап береді, тұншықтырып өлтіреді. Алекс мықты болғандықтан кейін Кейсидің оған күші жетпей сол жерде жан тапсырады. Солай жігіт Кейсидің өлік денесінің қасында таңда аттырады. Таңертеңгісін жігіттің қасына Джо есімді жігіт келеді. Ол оның досы еді. Ол қызды өлді деп ойламайды. Сол себепті оны оятпақ болған кезде ол көзін жеткізеді. Кейін Джо Алексті бұл абайсызда болған жағдай және де басқалар тұрғанша қыздың денесін жою керек деп өртеп жібереді. Бірнеше күннен соң қыздың ата-анасы Кейсидің жоғалып кеткені туралы полицияға хабарлайды. Ол жоғалып кетті дейді. Ол жігіттерге бармас бұрын ата-анасына жұмыс бабымен кететінін ескерткен еді. Бірақ та жұмыстастары бұл туралы ештеңе де білмейді. Келесі кезек Райанға келеді. Полицейлер одан жауап алған кезде Райан құрбысының өлімінен кесірінен Кейсиде психикалық күйзеліс болды. Сол себепті ол өзіне неше түрлі нәрселерді жасауы мүмкін екенін айтады. Алекстің тойы болатын күні оның бұрынғы адвокатына Кейсиден посылка келеді. Кейси кешке бару қауіпті екенін біліп, видеозапис тағу арқылы барған екен. Егер ол оралмаған жағдайда адвокаттан осы қағазда көрсетілген нәрселерді істеуді тапсырады. Сол кезде ғана адвокат бұрынғы жасаған істері үшін өзін кешіре алатынын айтады. Адвокат полицияларға Нинаны зорлаған видео мен сауық кеште болған түсірілген видеоны жібереді. Сол күні сауық кеш болған үйден біраз жерден Кейсидің мәйітін табады және де Нинаның да алқасын көреді. Ал жұмыстасы кафеден оның есімі бар алқаны табады. Райан, Алекс және Джо Кейси мен Нинаның хикаясы артта қалды деп ойлайды. Bir кезде Райанға алдын ала Кейси жоспарлаған хат келеді. Тойға полицейлер келеді. Джо тығылып үлгереді. Алексті тұтқындап алып кетеді. 7 жыл бұрынғы кінәсінен қашып кеткен секілді бұл жерде енді қаша алмайтынын айтады. Енді ол екі адамның өліміне кінәлі екенін де ескертеді. Зорланған Нина және өз қолымен өлтірген Кассандраның өліміне кінәлі екенін айтып түрмеге тоғытады. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса өтіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау болар еді. Келесі видеода қандай киноны шығарғанды қалайсыздар? Комментарийға жазып өтіңіздер. Баршаларыңызда келесі видеоға дейін сау болыңыздар.